Сәлем достар, молочный девушка тортын жасаймыз. Видеоны соңына дейін көруге тырысыңыздар. Экранда көрсетілген ингредиенттерді жақсылап араластырамыз. Араластырып болған соң 5 бөлік шығатындай етіп бөліп құйып алып пісіреміз. Крем дайындау үшін 300 грамм крем-чизге азырақ сливки қосып жұмсатып аламыз. Сосын сахарный пудра мен қалған сливкиді қосып қою болғанша араластырамыз. Корждарды бір формаға крем жағып жинаймыз. Жинап болған соң тоңазытқышқа 1-2 сағатқа қойып, сосын қалған кремді жағып аламыз. Қазақстан шоколадын ертіп алып, торттың бетіне әдемі етіп құямыз. Міне дайын болды. Енді өздеріңізге ұнайтындай етіп сәндей берсеңіздер болады.